Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен осындай өте керемет жүзім мен қара өріктен дайындалатын компот дайындаймыз. Керегі бізге қара өрік, құмшекер және жүзім қажет. Ең алдымен банкамыз бен крышкамызды стерилизация етіп аламыз. Одан соң банкаларымызға қара өріктерімізді саламыз. Мендегі мөлшерін описаниеге қалдырып кетемін. Одан соң жүзімдерімізді салып шығамыз. Жүзім мен қара өрік өте керемет, ерекше, дәмді болып шығатын компоттардың бірі. Қыстың күні, жаңа жылда рахаттанып ішеміз, өте дәмді болып шығады. Барлығын салып болғаннан соң үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Барлық суды бірден құйып жіберуге болмайды, банкамыз сынып кетуі мүмкін. Енді крышкаларымызды бетіне жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Бізде 20 минут өтті. 20 минуттан соң суын кастрөлімізге құйып алып, барлығын бір қайнатып аламыз. Біздің суымыз қайнағанша құмшекерімізді банкілерімізге саламыз. Барлығын осылай салып алдық. Енді біздің суымыз қайнады. Енді барлығын қайтадан құйып шығамыз. Қараңыздаршы, өте керемет болып, түсі уже әдемі болып шығып жатыр. Енді крышкамызды жауып, закрывашкамыздың көмегімен банкамызға крышкаларымызды бекітіп аламыз. Осымен біздің өте керемет, өте оңай компоттарымыз дайын. Барлығын төңкеріп, бетін орап, бір түнге қалдырамыз. Барлықтарыңызға ас болсын.